Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз 5 минутта дайын болатын қызылшадан өте дәмді салат жасайтын боламыз. Ол үшін қызылша мен жұмыртқамызды пісіріп, теркадан өткізіп аламыз. Міне жұмыртқаны теркадан өткізіп тарелкамызға салдым. Енді қызылшаны салып жатырмын. Барлығын видеодағыдай осылай салып шығамыз. Барлық заттарымызды қойып алдық. Енді оның үстіне азырақ қолымыздың ұшымен ғана тұз себеміз. Ортасына майонезімізді себеміз. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Енді екінші түрін көрсетемін. Барлығын видеодан тамашалаңыздар. Қызылшамызды саламыз. Осылай салып шығамыз. Дастарханның көркін ашып, әдемі болып көрініп тұрады. Енді оның үстіне сәндеп майонезімізді сеуіп шығамыз. Жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Бұлай сәндемей барлығын араластырсаңыздар да әдемі болып көрінеді. Сары түс, жасыл, ақ, қызыл түс үйлесіп, түрлі түсті болып әдемі болып көрініп тұрады. Міне біздің салатымыз дайын, тез дайын болады, әрі дастарханыңыздың сәнін келтіріп тұрады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліңіздер. Сау болыңыздар.